ар ождан алдындағы адалдық өз қадір қасиетіне, ізгі іс әрекетіне байланысты. Ақиқат адалдықпен ағзалас. Өрге жүзген өнегелі ісімен, таңда адал дос өз теніңнің ішінен. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәрте ел алдаса да өзіңді, тағдырыңды еш уақытта жазғырма, кезде дағы әзәзілдер азғырған. Адам мақсатына өзін өзі жетілдіру арқылы жетеді. Мінез құлық міні рухани кеселге жатады. Өзгенің пікірін иемденіп кету, надандық һәм ниеті арам адамға лайық іс. Бейқамдық сәтсіздікке бастайды. Жүргендер көп достық атын малданып, қалмағайсың сен де бірде алданып. Өз бойында жоқ қасиеттерге құмар кісі көлгір келеді. Білімді болу деген жаңалық ашуға қабілетті болу. Білім қуған жанның ойы күнделікті күйбеннен көп алыста жатады. Шын білім, ақиқат, анық білім. Ғылым адам санасына болмысы бөлек, ерекше ұтырлы ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана терең ұялайды. Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл ойы айқын, ерік жігері зор, тілек мақсаты ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге талап жолында болуы шарт. Жай ләззат іздеу, кәсіп құмарлыққа ұқсас әрекет онда болмасқа керек. Мінез жанның айнасы. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Сұлу саз жан сергітеді. Тән ауырса, жан да ауырады. Шын беріліп қызықтаған нәрсе ғана жүрекке жетеді. Ақыл парасат адамның ойлауына, пайымдалуына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың ара жігін ашуына көмектесетін күш. Тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Адамның тоқымашы не атбегі болып тумайтыны тәрізді қайырымдылық пен қайырымсыздық та жаратылыстан бойға бітпейді. Адамның тәндік жаратылысының дамуының негізгі көрсеткіші денінің саулығы. Ізгі және қажетті шаруа атқарған адамның бәсі де жоғары болуы керек. Адам кез келген жұмысқа жарамды бола бермейді. Өз ісіңнің білгірі һәм шебері атану үшін жақсы жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. Қандай әрекет жасап, қандай іс істер болсаңыз да, игілігін көріп, рақатына бөленуді мақсат тұтқан жөн. Әсері көп не кем еңбек ету күшке күш қоспайды, қайта қалжырата түседі. Адамның жақсы әрекет жасауға да, жаман әрекеттер жасауға да туа бітті мүмкіндігі мен қабілет қарымы жетеді. Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолды
дұрыс таңдаудан басталады. Талпыныс тәжі табандылық. Өнер біткеннің бәрі бір адамның құшағына сыймайды. Поэтикалық шығармалардың қай-қайсысы да бір нәрсені қиялмен жақсы бейнелеп шығуға ғана арналады. Өнердің теориясын меңгеру дегеніміз өнерге қатысты мәселелер ақыл арқылы ұғыну және талғам қабілетін игеру. Бақыт, қуаныш және ләззат сезімдері асқан сұлу, ең әсем және аса көркем дүниелерді қолмен ұстағандай айқын және кемел дүниелер ретінде танып білу арқылы ғана пайда болып, толық болмысқа ие болады. Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың әр алуан көңіл күйдің ісі. Музыканың негізгі міндеті адамның эстетикалық қажетін өтеу. Адамға тән бір жақсы қасиет өзін қоршаған әлемнің әсемдік сырларына үңілу, одан рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін образдар арқылы паш ете алу. Ұстаздық мінез құлық нормасы мынадай болуға тиіс. Ол тым қатал да болмауы керек, тым ырыққа да жығыла бермеу керек. Өйткені аса қаталдық шәкіртті өзіне қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру қадірін кетіреді. Берген білімі мен ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады. Ғаламда әр адамның өз орны бар. Ғақлия көзбен қарасаң, дүние ғажап сен есік. Жақылы көзбен қарасаң, дүние қоқыс сен меншік. Даналар талай нысан тапқанымен, тапқан жоқ тектің тегін әлі бірі. Ең тамаша әрекет бақытқа қол жеткізетін еркіндік. Бүгінгі видео осымен аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.